Баршаңызға сәлем. Бүгін ең дәмді және ең атақты таңғы ас американдық панкейк жасаймын. Ыдысқа 2 жұмыртқа, ванилин не болмаса ванильді қант және тұз қосып бәрін жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырғаннан кейін сүт қосамыз. Сүт пен жұмыртқа бөлме температурасында болуы керек. Ұнға қопсытқыш қосып, ұн мен қопсытқышты електен өткізіп жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырғаннан кейін өсімдік майын құйып тағы да жақсылап араластырып аламыз. Панкейктің қамырын 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамыр 15 минуттай тұрды. Оны тығыздығы бойынша өте қалың болу керек. Міндетті түрде табанны қатты қыздырып алып, панкейкті орташа отта пісіреміз. Кішкене қамырды алып, табанның ортасына құйып аламын. Табада қамыр өзі таралады. Құймақ көпіршіктері пайда бола бастағанда, яғни бұл екінші жағы қызарғанын білдіреді. Екінші жағына аударып, екінші жағын 1 минуттай пісіріп аламыз. Атақты американдық таңғы ас панкейкіміз дайын. Өте қош иісті, орташа тәтті болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.